Қайырлы күн, ұстаздар. Педагогтердің білімін бағалау тестінде кездесіп жатқан жаңа сұрақтармен таныс болыңыздар. Алдыңғы бөлімдерді менің арнамнан көре аласыздар. Дайындық материалдары қажет болса, төменде көрсетілген сілтеме арқылы өтіңіз. Видео сабақты көрмес бұрын арнама тіркеліп қойыңыз. Сонымен бірінші сұрақ. Ең үздік оқушыларды анықтайтын өлшемдерінің бірі болып табылатын икемділік сипаттамасы. Дұрыс жауабы тапсырманы орындауды балама шешімдерді көріп қабылдайды. Екінші сұрақ. Ең үздік оқушыларды анықтаудағы өз білімін жетілдірудің тиімді өлшемінің сипаттамасы. Дұрыс жауабы олар өздерінің оқуларын реттей алады. Үшінші сұрақ. Ерте жасынан бастап ерекше қабілеттерін ұзақ уақытқа ұстай алатын ең үздік оқушыны анықтайтын сенімді өлшем. Фриман бойынша. Дұрыс жауабы шоғырлану. Төртінші сұрақ. Жинақтау, бағалау деңгейіндегі тапсырмаларға бағытталған сұрақ. Дұрыс жауабы жоғары дәрежелі. Бесінші сұрақ. Зерттеушілік, әңгіме жүргізу кезіндегі оқушылар әрекеті. Дұрыс жауабы айтқандарын дәлелдейді. Алтыншы сұрақ. Қалай жүгіру, шанышқыны қолдану, қаламмен жазу туралы білімімізді сақтауға жауап беретін жады. Дұрыс жауабы рәсімдік. Жетінші сұрақ. Қателіктер мен тәуекелдерді азайта отырып, таңдаулы жылдамдатуға және түсініктер мен қағидаттарды жеткізуді тездетуге ықпал ететін сауалнама мен талқылаудың жиынтығы арқылы өзара түсінікке қол жеткізу тәсілі. Дұрыс жауабы диалог. Сегізінші сұрақ. Қолдану ерекшелігі мен орнына байланысты жаңалық енгізудің түрлері. Дұрыс жауабы технологиялық, әдістемелік, ұйымдастырушылық. Тоғызыншы сұрақ. Мұғалім қызметіндегі сындарлы оқыту теориясына сәйкес маңызды басымдықтардың бірі. Дұрыс жауабы оқушылардың сабақты қабылдау ерекшеліктерін түсіну. Оныншы сұрақ. Мұғалімдердің белгілі бір тәсілді қалай дамытуға болатындығын анықтау мақсатында оқушылардың оқу үдерісін зерделеуі. Дұрыс жауабы сабақты зерттеу. Құрметті ұстаздар, осымен кезекті бөлім аяқталды. Алдағы бөлімдерді көру үшін арнама тіркеліп қойыңыз, комментарий жазыңыз, лайк басыңыз. Келесі бөлімде кездескенше. Тест тапсыратын мұғалімдерге жоғарғы балл алуларыңызды тілеймін.